Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында оңай дайындалатын бризульді ұсынатын боламын. Менде 6 порцияға 500 грамм фарш, 1 пияз, 1 картошканы теркіден өткізіп аламыз майдалап. Жақсылап араластырып, дәміне қарай тұз, қара бұрышымызды сеуіп, шамалы сүт қосып жібереміз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді бір ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып, шым-шым тұз саламыз. Қасықтың ұшымен, шай қасықтың ұшымен жақсылап араластырамыз дағы. Бір порцияда үлкен ас қасықпен 2 қасық фаршымыз салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Мінекей бізде дайын болды. Бұл бір порциянікі 2 ас қасық. Енді қызып тұрған тапамызға 100 граммдай майымызды құйып, үстіне жаңағы фаршымызды саламыз. Міне өзі жайылып, біркелкі болып өзі шығады. Міне осылайынан көпіржігенше 4-5 минут пісіріп аламыз. Сосын кейін келесі бетін аударамыз. Келесі бетінде де осылай көпіржігенше 4-5 минут піседі. Біздің бризульіміз дайын. Осындай болып пісті. Екі жағын осылай қызартып пісіріп аламыз. Гарниріне менде пюре, қайнатылған картошкаға сары майымыз салып, үстінен шамалы сүт қосып жібереміз. Сүтіп жақсылап еземіз. Сіздер кез келген істеуге болады. Күріш немесе гречка, әркімнің өз қалауы бойынша. Міне біздің бризульіміз осылай дайын болды. Енді майонез кетчугімізді қалауымызша қосып, бір бетіне жағып ораймыз. Арасына помидор, огурцы қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Ол өз еріктеріңізде. Міне біздің бризульіміз дайын болды. Видеоны ұнаса, каналыма тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Ас болсын.